Көк сиыр. Баяғыда Әлбөсіл деген бір қоңырқай шаруа болыпты. Оның әйелі және әйелінен бір қызы болыпты. Күндердің күнде Әлбөсін тоқал алуды арман етіпті. Әлбөсін тоқал алуды бір жақтан жұрт көзіне түсу, екінші жақтан үй тіршілігінде қол ұзарту деп түсінетін болса керек. Күндердің бірінде Әлбөсін арманына жетіп тоқал алады. Ол да қыз бала табады. Өзі ұл таппаған бәйбіше тоқалдың да ұл таппауын тілейді екен. Іштей қуана отырып, ұл таппады деп жазғырып, әдіре қалсын күң неме деп тоқалды басына алыпты. Оған күн көрсетпепті. Тоқал байғұс арқалап отын шелектеп су тасыпты. Сиырды сауатын да, атты ертейтін де, жүн түтіп, жіп иіріп, қап тоқитын да сол болыпты. Қыста суыққа тоңып, жазда ыстыққа қарылып, аш-жалаңаш жүріпті. Жаман сырма киіз етігін үсті-үстіне жамап киіп, бақытсыз қызын баспақ теріге орап өсіріпті. Бәйбішенің қызы Әлбөсіннің тапқанын киіп, тоқалдың қызы ысытып берген сумен басын жуып, шашын тарап, білгенін істепті. Еркелікпен аузына келген сөзді сөйлеп, бәдік және дөрекі болып өсіпті. Әлбөсін осы екі қыздан кейін перзент көрмепті. Күндер өтіп, ай толып, айлар өтіп, жыл толыпты, жылдан жыл өтіп, екі қыз ер жетіпті. Тоқалдың қызы күң атаныпты. Анасының толып жатқан қиыншылықтарын өз үстіне алып, отын тасып, су әкелетін, ыдыс-аяқ жуатын, сиыр бағатын болыпты. Бәйбішенің қызы бәйбішеліктің әрекет қимылын, тәкаппарлығын, зілін және жасанды маңғаздықтарын келтіре алмай, шешесінен күнде сөз естіп, таяқ жеп, соның салдарынан өтірікші қу болып өсіпті. Бір күні шешесі ұрып қуып шығартты. Ол жүгірген бойы сиыр бағып жүрген күңге барыпты. Барса, күң бір шидің түбінде бірдемені жеп отыр екен. Аң-таң болып біраз тұрыпты. Тоқалдың қызы оны байқамай қолындағы өрік мейізін жеп отыра беріпті. Бәйбішенің қызы дереу өзгеріп: «Сіңілім, сен не жеп отырсың, маған да берші» деп сұрапты. Байқамай қалған күң сасып: «Ойбай-ау, не жеп отырушы едім, қарным ашқан соң бұталардың басындағы бірдеңелерді жеп, теріп жеп отырмын» деп өрік мейізін тыға қойыпты. Ана қыз: «Әкелші, не болса да мен көрейін» деп қадалып тұрып алғаннан кейін күң арыстан бір тал мейіз беріпті. Бәйбішенің қызы қолына мейіз тиісімен ұшып шешесіне келіп: «Апа, айдалада сиыр бағып, қақырығы түтеп, жолығы шығып, үйге келсе жуынды ішіп, суымен кіріп, күлімен шығартып жүрген әлгі қу күң құрлы ақыл ес болмады, сен албастыда деп маған кешке дейін ұрсасың. Сол сияқты күнде өрік мейіз жесем, мен де ақылды болар едім» депті. Шешесі жалма-жан қызының қолындағы мейізді алып татып көріп, қызына: «Күңнің артынан аңдып жүр, қайтер екен» деп тапсырды. Сөйтсе, сиырдың ішінде бір көк сиыр бар екен. Ол өріске барғанда күңге өрік мейіз қысып беріп жүреді екен. Күң жартысын өзі жеп, жартысын шешесіне әкеп беріп жүреді екен. Бұл оқиғаны қызына аңдытып жүріп әбден білгеннен кейін бәйбіше Әлбөсіннің мазасын алыпты. Ақыры қоярды қоймай жүріп көк сиырды сойғызатын болыпты. Күң көк сиырды әкелуге жылай-жылай барады. Көк сиыр жылап келген қызды көріп, жерге қарап мөңіреп, көкке қарап есінеп: «Жылама, мен тегінде сен үшін жаралғанмын. Мені сойғанда ешкімге сездірмей, 4 ширағымды, жалбыршақ қарнымды, 2 мүйізімді, қарнымды, тілімді ал. Шегімнен 1-2 құлаш ал. Сөйтте барлығын мен күнде мүйіз құсып беріп жүрген жерге апарып көм. 3 күннен кейін ғана аш» депті. Күң сиырдың сирақтары мен мүйіздерін оңай алған болса да, ішек қарнын әрең алыпты. Түнде ит алып кетті қылып ұрлапты. Сөйтіп жүріп, түн ішінде апарып сиырдың айтқан жеріне көміпті. 1 күн өтіпті, 2 күн өтіпті. Енді қайтер екен деп бәйбішенің қызы бірінші, екінші күнін аңдып, соның соңынан қалмапты. Бірақ бұл күң ешнәрсе істемей тек жүргендіктен бәйбіше қызының көңілі жай тауып аңдымайтын болыпты. 3-ші күні күң әлгі жерге барып қараса, келіскен 1 пар етік, 1 пар көйлек, жекей бөрік, жібек орамал тұр екен. Алып киіп көрсе, сондай жарасыпты. Бірақ көк сиыр сойылғанда тілі басымен бірге қазанға түсіп кеткендіктен оны ала алмай қалған екен. Егер ол болған болса, келіскен тарақ боп шықпақ екен дейді. Бұл киімдерді көрген күң бұрынғысынан да әрі шаттанып, суға барып әбден шомылып, басын жуып, шашын қолымен болса да әдемілеп тарапты. Әлгі киімдерді сиыр баққаннан кейін киіп, үйіне қайтқанда өз орнына тығып қойып жүреді екен. Күң бұрынғысынан да әрі жарқын, жеңіл, епшіл, сүйкімді бола түскендіктен бәйбіше одан әрі күндестік қылып өз қызына ұрса бастапты. Бірақ істі бір рет байқатып алған күң ендігі сырын бәйбіше мен оның қызына сездірмепті. Күндердің бірінде сиырға оқыра тыйып, бір сиыр табынына бөлініп шыға қашыпты. Соны қайрамын деп күң жүгіріпті. Сиырға жету қиын болыпты. Сондай күң етігін ауырлап, оны шешіп қолына ала жүгірген екен. Сиыр тіпті бой бермегеннен кейін бір сыңарын алып лақтырыпты. Сиыр сонда да қайырып өтмепті. Күң етікке қайырылуға мұршасы келмей қуа беріпті. Ақыры сиырды зорға дегенде тоқтатып, қайда қалғанын болжай алмай кеткендіктен қайтып келіп етікті әр іздеп, бер іздеп таба алмапты. Ақыры үмітін үзіпті. Бір күні бір жігіт сол жерден өтіп бара жатып әлгі етікті тауып алыпты. Бұл
әкесі 3 қатын алған бір байдың баласы екен. 3 қатынның пәлесінен үйде тыныштықтың болмағанынан әбден тойып, ер жеткенде көп қатын алып, мынандай азапта жүргенше таңдап тұрып сүйген біреуімді ғана алайын деп жүрген жігіт екен. Әлгі етік оған әбден ұнапты. Апыр-ай депті ішінен. Осы етік аяғына дәл келетін қызда мін болар ма екен? Сөйтіп ол етікті алып ел аралапты. Осы етік кімде-кімнің аяғына дәл келсе, соны аламын деп жар салыпты. Байға қолы жетсе, аспанға қолы жеткендей болатын надан ел қандай әлбосынның бәйбішесі сияқты талай бәйбіше қыздарына кеп етікті кигізіп көріпті. Бірақ бірде-біреуінің аяғына сыймай, талай қыз таяқ жепті шешелерінен. Ал етік аяғына сыйған қыздар тым кішкене қыздар болыпты. Жігіт, апыр-ай, осынша елден ешкімнің шықпағанын деп қайтып келе жатса, жолда әлгі сиыр бағып жүрген күнге кездепті. Жеке бөрікті сәндеп киген, жібек румалды мойнына боз салып алған, бір қолында сыңар етігі, бір жалаңаяқ қызды көргенде, жігіт аттан ұшып түсіпті. Қыз да етігін бас салыпты. Ағатай-ау, мынау менің етігім ғой, қайдан тауып алдыңыз деп сұрапты. Жігіт қыздың аты жөнін сұрап ала салып, үйіне қарай шауыпты. Күң, етігімді беріп кеттіңіз деп айқай салса да қарамапты. Ол үйіне бара салып көрсетті. Бірақ баяғы көркем киімдері жоқ, сөйтсе де сүйек сымбаты ұқсап тұр. Татар болмаған соң қыз бір күн ұзатылған сіңлісіне келеді. Сіңлісімен біраз мұңайтысқан болып отырып, суға шомылып келуге ұсыныс етеді. Сіңлісі мақұл көреді. Екеуі бір кішкене көлге келеді. Бәйбішенің қызы: мынау шомылғанға жадағайлау екен, жиегінде тұрып бір-бірімізді қолымыздан ұстап шомылмасақ болмайды. Мен үлкенмін ғой, алдымен мен шомылайын, сен менің қолымнан ұстап тұрып көлге 3 рет малшып ал, содан соң мен сені сүйтем депті. Сонымен сіңлісі әпкесін шомылдырыпты. Енді әпкесі сіңлісін 2 рет матырып, 3-шіге келгенде көлдің түбіне қарай итеріп жіберіпті. Сіңлісі бақыра-бақыра көлдің ортасына қарай батып көрінбей кетіпті. Бәйбішенің қызы жалма-жан суға өлген сіңлісінің киімдерін киіп, о жақ-бұ жағына бір қарап, сіңлісіне ұқсаған боп үйіне барып сызылып отырыпты. Кешінде әлгі жігіт келіпті. Даладан ере келген күндер жастық мінезбен қарсы алатын әйелі бұған олай етпепті. Сөйтсе бәйбішенің қызы күңнің бұл әдеттерін байқамаған екен. Жігіт: әкеу, бұл қалай деп атын бойлап үйге кіріпті. Әйелінің қимылын өрескел қамшысын бергенде орнына қоймай басқа жерге қойыпты. Дегенмен көп көңіл бөлек қоймай, жігіт орнынан тұрып барып отырады. Күндегідей бабымен даярланған тамақтың да мәнісі жоқ. Әрі-берден соң жігіт күдіктеніп әйелінен: әй, өзіңе не болған деп сұрайды. Әйелі: еш нәрсе, әншейін бағана күндіз ұйықтап едім, содан бойым байсал тартып қалған ғой дейді. Оның артынан сырттан дабырлаған дауыс шығып қараса, 2 адам қонақ кетті. Сонымен әйелі жайындағы әңгіме жайына қалып, жігіт қонақтарға айналып отыра берді. Қонаққа сойыс мал әкеліп, ет пісіріп, қолға су құймақ болыпты. Күтуші жігіт су әкелгенде шелекке бір бақа ілесі кепті. Бәйбішенің қызы қатты шошып бақаны далаға лақтырып жіберіпті. Жігіт: апыр-ай, албаты, бақа-сақа қоңыз сияқтылардан онсыз да қорықпаушы еді ғой, бұған бірдеңе болған екен бе, жақсы байқай алмай отырғаным-ай деп іштей ойланып қойыпты. Ертеңіне далаға шықса, есік алдында бір үлкен бәйтеректің көктеп тұрғанын көріпті. Жігіт бұл кереметті көріп секем алыпты. Әйелінің өзгеріп қалғанын, есік алдында мына бәйтеректің орнап қалғанын, барлығын тіл көздің ісі деп түсініп, молла іздепті. Бәйбішенің қызы осы болып жатқан құбылыстарды сезіп байқап жүр екен. Қыз бәйтеректі кесіп тастауға бұйырады дейді. Бір жігіт келіп балтамен шауып қалғанда, ұшар басында отырған бір тал жапырақ ұшып кетеді. Оны ешкім байқамапты. Ағашты кесіп тастапты. Жігіт үйіне молла кеп кітап аштыртады. Әлгі жапырақ ұшқаннан ұшып отырып, бір ауылдың үстіндегі киізі жыртық жамау қараш үйдің шаңырағына келіп, үйде көйлегінің жыртығын жамап отырған кемпірдің алдына түседі. Кемпір жақын арада ағаш жоқ, бұл жарықтық қайдан келді екен деп ырым қылыпты. Оны көріп, балта саптап отырған шал қолын соза бергенде жалпақ бу болып бұрқ ете түседі. Кемпір мен шал талып қалады. Бір кезде естерін жиып, үйлерінде ай мен күндей бір сұлу қыздың отырғанын көреді. Қыз сондай сыпайылықпен сызылып: апа, инеңізді мен сабақтап берейін деп кемпірдің қасына келеді. Кемпір шал сұстанып тұрып қалады. Ақыры қыз оларды өзіне тартып, бір-біріне үйреніп, сол үйге бала болады. Жігіт молдадан еш нәрсе өнбеген соң, не істерін білмей құса болып, қолына қаршығасын қондырып жүріп кетеді. Бір жерге келгенде бір қоян қашады.
қаршығаны қоя берсе, қоянға қарамай ұшқан бойында әлгі жапырақ түскен үйдің шаңырағына барып қонып отырып алады. Әрі шақырса келмейді, бері шақырса келмейді. Ақыры жігіт үйдің қасына келеді. Қаршыға шаңырақтан үйдің ішіне үңіліп отыр екен. Айқай салып шақырса да қарамапты. Әкеу, бұл қалай деп атынан түсіп үйге кіруге рұқсат сұрайды кемпір шығып. Кірсең кір қарағым, жалғыз-ақ буының берік болсын дейді. Жігіт бұнысы несі екен деп кіріп келіп, ай мен күндей болып бұралып бір қыздың отырғанын көреді. Қыз орнынан тұрып, төріне алаша төсеп жігітті қарсы алады. Жігіт қыздың бас аяғына көзінің қырын салып отыра бергенде, қыздың көзіне көзі түсіп кетіп талып қалады. Су бүріккен соң есін жияды. Жігіт қызды танып, ішіндегі бар әңгіме сырларын баяндайды. Қыз да өзінің басынан кешірген оқиғаларын айтыпты. Бірақ осы үйде қыз қалпына келгеннен бұрынғы оқиғаларын білмейді екен. Ол тек осы үйде туып, осы үйде өстім деп түсінеді. Ақыры жігіт кемпір мен шалдың қызына құда түсіп, тиісті той домалақшаларын жасап қызды алыпты. Баяғы көксүйірден қалған киімдерін әкеп кигізгенде, қыз сонда ғана есіне келіп, басынан өткен барлық оқиғаларын түгел айтады. Ол кездегі елде береке түбі мереке, мереке бұзған бейнет деген бір жол бар екен. Осы оқиға сол жол бойынша шектеліп, жексұрын бәйбішенің жазасы беріліпті. Әлбосын мен Тоқал бірге өмір кешіпті. Тоқалдың қызы мен жігіт қосылып, мұрат мақсаттарына жетіпті.